неңіздің барлығы өте дұрыс, өзекті мәселе. Иә. Қазір соған заңды түрде шешім қажет болатын болса, қағаз жазып беруге дайынсыз ба? Қажет болатын болса? Жоқ. Қағаз болғанда қазір 21 ғасыр. Жоқ, мен оны әлеуметтік мен енді мониторинг жасап, бүкіл шаралар қабылдана беруге болады, дұрыс па? Болады. Яғни әлеуметтік желіге немесе басқа неге байланысты мына жерге тұрайықшы. Мына қараңыз. Мен Гелиусқа барам, арыз жазам, Газпромға барам, арыз жазам, Домофонға барам, арыз жазам. Бүкіл жердің бәріне мен арыз жаза беріп шаршадым. Жоқ, мен сізден сұрап жатырмын, арыз жазуға. Жоқ, енді тек қана желідегі нәрсемен шектелеміз десеңіз, онда желідегі мәселемен шешілу керек. Бұл шешілмесе болмайды. Қазір құзырлы қызметкерлер шақырдық. Заңды түрде бағасына беріп, әркімнің өзінің жекелеген несі бар ғой? Жекелеген несі? Жоқ, құзырды әрқайсының, әр қызметкердің, мысалға бізде әр сала бар ғой, саланы жол қозғалысына реттейтін қызметкерлеріміз бар. Бізде бағанағы әкімшілік полиция басқармасы бар ғой, соған байланысты бұл нелерді, жол белгілерін реттейтін сол қызметкерлер бар. Оларды шақырдық, қазір келеді, олар арғы заңды түрде өзінің бағасын береді. Келістік? Бола ма? Жақсы, қазір күтеміз. Сәл күте тұрыңыз, сабыр сақтаңыз деп жатқанымда. Сабыр сақтаймын ғой. Енді маған ана что случилось, анау мынау дегенге мен соны неғып отырмын ғой жаңағы.